Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар? Бүгін біз сіздермен туризмдегі логистика курсы бойынша туристік қызметті басқарудағы логистикалық тәсіл тақырыбын талдап талқылайтын боламыз. Себебі туристік қызметті басқарудағы логистикалық тәсілдің бүгінгі күні заманауи туризм индустриясында рөлі инновациялық технологиялары және тиімді басқару стратегияларының маңызы өте зор. Бүгінгі дәріс бірнеше сұрақтарды қамтитын болады. Біз дәрісте туризмнің эволюциясы және логистиканың рөлі туралы айтатын боламыз. Туристік логистиканың негізгі компоненттерін талқылайтын боламыз. Заманауи туристік логистиканың инновациялары туралы талқылаймыз. Және туристік дестинацияны басқару және логистика туралы талдайтын боламыз. Туризм ежелгі дәуірден бастау алады. Алғашқы саяхатшылар сауда, дін және білім іздеу мақсатында ұзақ жолға шыққан. Уақыт өте келе бұл салалық индустрияға айналды. Онда логистикалық орталық орынды алды. Логистика бұл тауарлар, қызметтер, ақпарат және адамдардың ағынын жоспарлау, бақылау және оңтайландыру процесі. Туризмде ол тасымалдауды, орналастыруды, ақпараттық ағындарды және қызмет стандарттарын қамтиды. Тасымалдау логистикасы жол, темір жол, әуе және теңіз маршруттарын тиімді ұйымдастырады. Ал ақпараттық ағындар брондау, коммуникация және деректерді басқару жүйелерін сипаттайды. Ал инфрақұрылымның дамуы жолдардың, порттардың, әуежайлар мен қонақ үйлердің кеңеюін сипаттайды. Туристік логистиканың негізгі компоненттері туралы айтатын болсақ, туристік логистика бірнеше өзара байланысты салалардан тұрады. Олардың үйлесімді жұмысы туристік тәжірибенің сапасын тікелей айқындайды. Көлік логистикасы туристерді тасымалдаудың оңтайлы маршруттарын, кестелерін және тасымалдаушыларын ұйымдастырумен айналысады. Әуе, теміржол, автобус және паром байланыстарын үйлестіру туристік ағынды реттеуде шешуші рөл атқарады. Ақпараттық логистика, заманауи брондау жүйелері, онлайн туристік платформалар және деректерді басқару инструменттері. Нақты уақыт режимінде ақпарат алмасу туристік операторлардың бәсекеге қабілеттілігін арттырады. Ал қызмет көрсету логистикасы қонақ үйлер, мейрамханалар, демалыс орындары және туристік инфрақұрылымдарын объектілердің кешенді басқарумен айналысады. Стандарттар мен сапаны сақтау тұтынушылардың әрине адалдығын қалыптастырады. Заманауи туристік логистиканың инновацияларына тоқталсақ, ол әрине цифрлық технологиялармен, жасанды интеллектпен және заттар интернетімен байланысты. Цифрлық технологиялар, Big Data туристік ағындарды болжауға, AI жекелендірген ұсыныстар жасауға және IoT қонақ үйлер мен көлік операцияларын автоматтандыруға мүмкіндік береді. Бұл технологиялар туризмдегі логистикалық тиімділікті түбегейлі өзгертеді. Келесі бізде ол үлкен деректер туралы айтатын болсақ, сұранысты болжау,
трафикті талдау және бағаны оңтайландыру ол үлкен деректерді сипаттайды. Ал жасанды интеллект жеке ұсыныстар, чат-боттар және бағытты оңтайландырумен айналысады. Ал заттар интернеті олар смарт қонақ үйлер, нақты уақыттағы бақылау және автоматты тіркелуді негіздейді. Туристік дестинацияны басқару және логистикаға тоқталатын болсақ, дестинацияны дамыту ата мекен стандарты бойынша туристік бағыттарды жүйелі дамыту және ілгерілету, аймақтық брендті нығайту, туристік өнімді жетілдіру және халықаралық нарықтарға шығу стратегиялары осы дестинацияны дамытуды негіздейді. Ал өнімді ілгерілету ол туристік өнімді қалыптастыруда логистика мемлекетпен тығыз байланысты екендігімен негізделеді. Тиімді жеткізу тізбектері, серіктестермен ынтымақтастық және баға саясаты туристік пакеттің бәсекеге қабілеттілігін анықтайды. Ал инфрақұрылым жоспарлау туристік инфрақұрылымды ұзақ мерзімді жоспарлау, жол желілері, байланыс жүйелері, орналастыру объектілері және демалыс инфрақұрылымын дамыту бұл инфрақұрылымды жоспарлаумен байланыстырады. Тиімді жоспарлау туристік ағынның тұрақты өсуін қамтамасыз етеді. Келесі біздің талқылайтын бөліміміз ол туризмдегі басқарушылық шешімдер мен логистикаға қатысты мәселелер. Бұл бағдарлама нарықтық жағдайларды талдау, тәуекелдерді бағалау және операциялық шешімдер қабылдаудың практикалық дағдыларын қамтиды. Туризмдегі басқарушылық шешімдерге қатысты біз үш негізгі мәселені қарастыратын боламыз. Ол стратегиялық жоспарлау, операциялық менеджмент және сапаны бақылау. Стратегиялық жоспарлау ұзақ мерзімді мақсаттар қою, нарықты зерттеу және ресурстарды оңтайлы бөлумен айналысады. Ал операциялық менеджмент күнделікті логистикалық процестерді бақылап, тиімділікті өлшеп және жедел реттеуді қамтамасыз ететін менеджмент. Ал туристік қызмет стандарттарын сақтау, клиент пікірлерін талдау және үздіксіз жақсартумен сапаны бақылау айналысады. Туризмдегі логистикалық тәсілдің артықшылықтарына тоқталатын болсақ, логистикалық тәсілді туристік бизнеске интеграциялау бір қатар стратегиялық артықшылықтар береді. Бұл артықшылықтар компанияның нарықтағы позициясын айтарлықтай нығайтады. Туризмдегі логистикалық тәсілдің артықшылықтары ол тиімділік пен шығынды үнемдеу. Тиімділік пен шығынды үнемдеу арқасында логистикалық процестерді оңтайландыру арқылы операциялық шығындар 15-30% дейін азайтылады. Маршруттарды жетілдіру, ресурстарды дұрыс бөлу және артық шығындарды жою тікелей пайда мен рентабелділікке оң әсер етеді. Келесі туризмдегі
логистикалық тәсілдің артықшылығы ол клиент қанағаттануының өсуі. Дұрыс ұйымдастырылған логистика туристердің әрине тәжірибесін жақсартады. Дер кезінде жеткізу, сапалы орналастыру және үздіксіз қызмет, осылардың барлығы дұрыс ұйымдастырылуы тиіс. Қанағаттанған клиенттер қайта оралады және жолдама береді. Ал бұл негізінде ең тиімді маркетинг болып саналады. Келесі туризмдегі логистикалық тәсілдің артықшылығы ол бәсекеге қабілеттің артуы. Логистикалық артықшылық нарықта табысты ерекшеленуге мүмкіндік береді. Жылдам реакция, икемділік және инновациялық шешімдер туристік компанияны бәсекелестерден ерекшелендіреді және нарық үлесін арттырады. Біз сіздермен туризмдегі логистикалық тәсілдердің артықшылықтарын талқылап талдадық. Осы тәсілдердің барлығы логистикалық тәсілді туристік бизнеске интеграциялау арқылы бір қатар стратегиялық артықшылықтар береді. Әрине, бұл артықшылықтар компанияның нарықтағы позициясын айтарлықтай нығайтады. Туризмдегі логистиканың болашағына тоқталатын болсақ, ол жаһандық трендтер, тұрақты туризм, болашақ мамандарды даярлау және жасыл логистика болып саналатын негізгі болашақтағы трендтер. Жаһандық трендтерге тоқталатын болсақ, автоматтандыру, робот техника, дрондар арқылы жеткізу болашақ логистиканың негізгі бағыттары. Жасанды интеллект нақты уақытта сұраныс пен ұсынысты балансқа келтіреді. Ал блокчейн технологиясы туристік транзакциялардың ашықтығы мен қауіпсіздігін қамтамасыз етеді. Тұрақты туризм келесі туризмдегі логистиканың болашағы болып саналады. Ол экологиялық логистика, жаңартылған энергия көздерін пайдалану және жасыл маршруттарды жоспарлаумен айналысатын туризм. Тұрақты туризм стандарттары туристік дестинацияларды ұзақ мерзімде сақтаудың кілті болып табылады. Халықаралық туризм және қонақжайлылық университеті, туризм менеджменті және туристік бизнес басқару бағдарламалары арқылы болашақ мамандарды заманауи логистикалық дағдылармен, цифрлық сауаттылықпен және тұрақты принциптермен жабдықтайды. Ал жасыл логистика экологиялық таза тасымалдау шешімдерімен сипатталады. Біз сіздермен осы туризмдегі логистиканың болашағы туралы анықтадық. Яғни, туризмдегі логистиканың болашағы жаһандық трендтермен, тұрақты туризммен, жасыл логистикамен және болашақ мамандарды даярлаумен тығыз байланысты екен. Егер туризмдегі логистикалық тәсілдің маңыздылығына тоқталатын болсақ, туристік қызметті басқаруда логистикалық тәсіл тек операциялық инструмент емес. Бұл стратегиялық бәсекелестік артықшылықтың негізі. Логистика туризмнің барлық сатыларында
жоспарлаудан қызмет көрсетуге дейін шешуші роль атқарады. Осы туризмдегі логистикалық тәсілдің маңыздылығы суретте көрсетілгендей интеграциялық рольмен, индустрияның дамуымен және инновациялық шешімдермен байланыстылығы екендігі көрсетілген. Интеграциялық роль логистика туристік өнімнің барлық компоненттерін бірыңғай жүйеге біріктіретінділігі мен тасымалдаудан орналастыруға, ақпараттан қызмет сапасына дейінгі аралықты қамтитындығымен ерекшеленеді. Ал индустрия дамуы, логистиканың үздіксіз жетілуі туризм индустриясының ұлттық экономикаға қосатын үлесін арттырады, жаңа жұмыс орындарын ашады және аймақтық дамуға ықпал етеді. Ал инновациялық шешімдер цифрлық технологияларды, деректерді талдауды және пайдалануды туристік компанияларға жылдам және дұрыс шешімдер қабылдауға мүмкіндік беретіндігімен айқындалады. Осымен біз сіздермен дәрісімізді аяқтаймыз. Назарларыңызға рахмет.